Қазір ол 51-де, сену қиын. Бұл суретшінің академиялық суреті әзіл-қалжыңмен қатар қайғысыз емес. Ол жасаған композицияларда қазақ Алтайы өзінің аңыздары мен пейзаждары мен өмір сүреді. Оның әңгімелері философиямен қатар барлық тіршілік иелеріне деген шынайы махаббатты қамтиды. Біздің жерлесіміз, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Виктор Калинин ең қиын нәрсені отбасына да, таза шығармашылыққа да уақыт табуды үйренді. Суретшінің жұмысы оған айтарлықтай табыс әкеледі. Оның туындылары шетелге экспортталады және ауқатты өскемендіктердің интерьерін безендіреді. Шығыс Қазақстан өнер музейі Виктор Евгеньевичпен 20 жылға жуық қызмет етіп келеді. Калинин Ақбауыр, Катон тұрғысында өткен облыстық республикалық байқаулардың, көрмелер мен пленэрлердің қатысушысы. Оның жұмыстары стилі, тақырыбы және техникасы жағынан алуан түрлі. Олардың арасынан бір ерекше шедеврді таңдау мүмкін емес. Тек бір нәрсені сенімді түрде айтуға болады. Суретші әлемді адам көзіне қол жетімді кемпірқосақтың 300 реңктерінде көреді. Ол аспанды, суды және бұлтты шынайы бояйтыны сонша, олар кенептің бетінде де медитация сезімін тудырады. Біздің айдарымыздың мақсатына сүйене отырып, бір шедевр ретінде пейзаж, портрет, натюрморт, жануарлардың суреті емес, мысықтардың ұясы атты суретті таңдадық. Калининнің таланты мен бай қиялы өнертанушы үшін қиын міндеттер тудырады. Кейде біздің жерлесіміз сюрреализммен айналысады және өзін Шығыс Қазақстан аумағындағы француз сияқты ұстайды. Бұл көңіл күйде ол кейбір метафизикалық кеңістікте сүйіспеншілікке толы жұпты салады. Даланың бір жерінде гүлденген шалғынды шөптердің арасында ол тілек орындаушы деп аталатын тірі және үлкен нәрсені көреді. Біз таңдаған шедевр табиғатта жоқ формалардың парадоксалды үйлесімімен де таң қалдырады. Биік ағаштағы ұяда періште қанаттары бар ақ мысықтар отбасысы. Сонымен қатар мысықтың жүздері бәрі гиперреалистік шынайылықпен, Шишкиннің ұқыптылығымен және біздің құрметті суретшіміз шынайы мысық әуесқойының махаббатымен бейнеленген екені сөзсіз. Өйткені ит мысық тақырыбы Калинин шығармашылығында қызыл жіп сияқты жүреді. Бірде суретші өз шығармасының мағынасын түсіндіре отырып, бұл жағдайда шабыт көзі оның отбасылық сүйіктісі ветеринарға апаруға мәжбүр болған мысық Мейсон екенін айтты. Ақ және үлпілдек мысығында енді ешқашан марғаулары болмайды. Бұл өте өкінішті. Сондықтан Мейсонның суретінде ақ періште сияқты қанаттары бар, бақытты және күнәсіз мысық бейнеленген. Жанында қалың бұтақта арқамен отырған Мейсон мысық ана кейпінде, ұяда бірдей қанатты марғаулар. Бұл сурет не туралы? Жануарларға деген сүйіспеншілік туралы ма? Ымыраға келудің болмайтыны туралы ма? Мұны айту қиын. Нағыз шедевр әрқашан жасырын мағынаға ие, оларды шешу көрермен үшін басты ләззат.